Қайырлы таң достар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. 7 ақпан 26 жыл. Мен Азамат Досымханұлы, реабилитолог дәрігер, спайн клиникасында жұмыс жасап жатырмын. Және де сіздермен бүгін бас ауруы жайлы сіздерге айтайын деп отырмын. Яғни бас ауруы көп адамдарда кездеседі. Бас ауруы, бас айналу, көз қарауыту, тұрған кезде теңселіп қалу сияқты шағымдармен пациенттер келіп жатады. Өкінішке орай бірнеше дәрігерде болады. Ол дәрігерлер тексереді, невропатологта болады, терапевтте болады. Ол дәрігерлер тексергенде бас айналуының себебін табу үшін МРТ головного мозга жасайды. МРТ-да өкінішке орай ештеңе көрінбейді, барлығы таза, кішкене ғана тамырлардың өзгерістері кездесіп жатады. Бірақ ол ондай бас айналу бере бермейді. Сондықтан сіздермен бас миының қатысуынсыз болатын бас айналулардың, бас ауруларын сіздерге түсіндірейін. Көп жағдайда менің практикамда анемияның кесірінен, сосын шейный остеохондрозның кесірінен осы бас айналулар болып жатады. Оны түсіндіре кетейін сіздерге қалай болатынын. Көп пациенттерде жаңа анемия дедік, шейный остеохондроз дедік, сосын гиповолемия деген медицинада термин бар. Гиповолемия деп жатқанымыз ОЦК-ның төмен болуы. ОЦК деген объем циркулирующей кровь. Яғни қан айналымда жүрген қанның көлемінің аз болуынан басқа дұрыс кислород бармайды. Осы бір себебі болады. Екінші себебі анемия, яғни гемоглобиннің аз болуының салдарынан. Яғни бізде гемоглобин өзімен бірге оттегіні бас миына апарады. Сосын ол жерде кислородпен обогащение болып, питательный веществолар жетіп, бас миы дұрыс жұмыс жасайтын болады. Сосын шейный остеохондроз кезінде бізде мойын тамырларының, яғни мойында бізде көптеген бұлшықеттер бар, затылочный мышцалар бар, стernocleidomastoideus деген, в общем, бірнеше бұлшықеттер бар. Сол бұлшықеттердің дұрыс жұмыс жасалмауынан және күнделікті телефонда осылайдан отырғанымыздың кесірінен тырысып қалады ол бұлшықеттер. Соның салдарынан позвоночный артерия арқылы басқа баратын қан, мысалға, қалай айтсақ болады, 1 минутта 100 мл қан бару керек болса, сіздерде 1 минутта өкінішке орай 60 мл қан барады. Сондықтан ол позвоночный артерия арқылы барған қан негізінде мыйшықты қанмен қамтамасыз етеді. Мыйшық бізде тепе-теңдікке жауап беретін орган болып табылады. Сол үшін адамдарда тепе-теңдігі бұзылады, яғни орнына тұрғанда кішкене шататься ету болады, және де орнына бірдесіне тұрса көз қарауытып кету, сондай сезімдердің болуы соның салдарынан. Сондықтан сіздер егер бас айналу болып жатса, жаңағыдай көз қарауыту болып жатса, орнынан тұрғанда теңселу болып жатса, жалпы өмір сүру сапаңыз төмендеп кеткен болса, соның кесірінен